Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тауықтың қанаттарымен жасалатын өте оңай әрі тез даяр болатын кешкі астың рецептімен бөліспекпін. Видеоны соңына дейін қараймыз. Ең алдымен бізге жуынып алған тауық қанаттары керек. Одан кейін осылай картошкамен сәбізді үстіне күрс еткізесіздер. Пекин капустасын да салып жібересіздер. Өздеріңіздің қалауларыңыз қандай формамен кескілегіңіз келеді, солай кескілейсіз. Маған осылай ұсақ болған. Одан кейін аскөк, мына жерде петрушка, көк жуа, укроп бар. Тура осылардың бәрін былш-былш еткізгеннен кейін тұз жібіліп жатыр мына жерде. Одан кейін үйде менде фригер арналған не бар екен да, приправа бар екен, оны қосып жібердім. Өйткені картошка бар, какая разница. Одан кейін паприканы өлтіріп тұрып, шығарып тұрып қостым бұл жолы. Өйткені маған паприкамен жасалған кез келген тауықтың өнімі ұнайды. Сосын майонез, міндетті түрде бұл тағамның сәні, маринадтың дәмі, майонез емес па? Майонезді да өлтіріп тұрып қосамыз. Қарап алыңыздар, міне тура осындай түр болады. Дүңк еткізген кезде уж араласып шығады. Ондай қолмен былшылдатып араластырып жатқанды ұнатпадым. Әркімнің аппетитін қашырмас үшін. Сол себептен тура осылай қылып жанын шығарып тұрып араластырдым. Қараңыздар, сочный, мощный болып тұр ғой. Мына видеодағы маринадты өтірік айтпай-ақ қояйын, 10 минут ұстадым. 10 минут ұсталған маринадпын деп тұрған жоқ қой. Бойына бүкіл дәмді сіңіріп алған. Сенбесеңіздер, өздеріңіз осы рецептпен жасап көріңіздер. Өйткені мен асқандықтан 10 минут ұстадым. Айтпақшы, асқанда мұрнымыздың ұшына жанымыз көрінеді ғой. Алдын ала пешті ысытып қоюды ұмытпаңыздар. 180 градуста бұл тауықтың қанаттары картошкамен араласқан 30-35, ары кетсе 40 минут пісті. 40 минутта бұның енді дәмін айта алмаймын. Жұмсақ, маринадты бойына сіңірілген. Мен әдейі осылай кішкене күйдіңкіреп, шағыда 5 минут қойып алдым. Өйткені біздің үйдегілер фриленген деген нәрсені өте жақсы көреді. Фри деген дүниені жақсы көреді. Сол себептен картошка кішкене фриленсін деп осындай қылып қойған жайым бар ағайын. Енді қараңыздар. Қазір жұмсақтығын мен өзі майда болып туралған картошканың жанын шығарып тұрып, бөліп тұрып сіздерге қазір жұмсақтығын көрсетейін. Қараңыздар, үзіліп ауызда еріп тұр ғой, еріп тұр. Картошка деген 30-35 минут бұрын духовкада пістім деп тұрған жоқ қой. Сразу кәдімгідей ауызда еритіндей жұмсақтықта осындай болды шықты. Бұл тамақты енді жеген де арманда, жемеген де арманда. Ой, бұл сәбіздің жұмсақтығын көрдіңіздер ма? Ауызда ериді ғой. Енді менің каналыма тіркеліп, осы тамақты жасап көрсеңіздер, комментарий қалдырып, лайк бассаңыздар мәз болып қалады.